Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ақындардың өлеңдері именно соңғышын Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өлеңдері жалғасады. 4-ші бөлім. Арыстан мен тышқан. Ұйықтапты бір арыстан айдалада, тыныштық алу үшін сайпанада. Үстіне арыстанның ойнақтапты, бір тышқан іннен шығып сол арада. Тышқан жүр сейіл құрып ойнақ салып, бір уақыт жүгіріпті басқа барып, арыстан өлтіруге айналыпты, басын басқа тышқанды ұстап алып. Жалынды сонда тышқан өлтірме деп, ағатай, маған зиян келтірме деп, бір қайтар менен дағы бір жақсылық, азат қылып байқамадым өлтірме деп. Арыстан күліп айтты, сорлы тышқан, не жақсылық қайтады сенен байғұстан. Сен байғұста дүниеде саған қалған күнім құрсын, күшің кем жұдырықтай шымшық құстан. Жаттасын қорыққаныңнан қазып жерді, күлдірдің болмасты айтып менде ерді. Күлдіріп көңіл ашқан ақың үшін азат қылдым деді де қоя берді. Бір күні арыстаным торға түсті, үзден деп ақырып тулап салды күшті. Оралып шымырлатып шықпастай боп, басына құдай берді мұндай істі. Күн қайда құтылатын торды бұзып, бақырып ызаланды жерді сүзіп. Дауысын танып баяғы тышқан келіп, құтқарды торды қиын тістеп үзіп. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Бұл жақта бізге енді тышқан ақылды болып тұр. Енді сіздерге де айтатыным, жақсылыққа жақсылық. Осы мақалды ешқашан ұмытпаңыздар. Барлығына жақсылық жасап жүріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Жасақова Оксана. Сау болыңыздар.